достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің каналда жаңа видео. Сіздермен бірге мен Гүлмайдан және Аяла. Достар, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз не істейміз? Распаковка. Короче, бізден ана жерде осы жаңа ғана алып келдік, Аяла екеуміз, иә? Неше пакет? 3 пакет осындай. 3 пакет. Үлкен 3 пакет. Плюсы вообще үлкен. Иә. Давайте, қай пакеттен бастаймыз? Давай, үлкен пакеттен. Давай. Розовыйдан бастаймыз. Розовый. Жақсы көреді, розовый пакеттен бастаймыз. Осындай нежный розовый жақсы көрем. Балаға мынау. Бұл нәрсе біреуіне түсінеді, біреуіне түсінбейді. Баланы шомылдырғанда тазиктің ішіне, короче, былай нетіп қоясын, кигізіп қоясын, и баланы осының үстіне жатқызып қоясын. Тазиктің ішінде ыңғайлы шомылдыру үшін. Сосын батпайды ішінен, е? Иә. Сондай. Короче, баланы былай бір қолмен көтеріп тұрмайсың, осыған жатқызып қоясын, да? Енді оны кигізіп көру керек бізге. Кеттік, екінші. Екінші қала светті де жақсы көрем. Давай мен. Бұл, короче, мен көп күткен затым бұл. Пакеттердің сырты кір. Сумка ойнау. Мұна сумка мынандай. Неше түрлі алдайсың? Үлкендеу екен, негізімен кішкентай ғой белестікем. Мынандай ремені бар. Неше түрлі замок бар екен бұл. Короче, қалталары көп, осындай сумка. Мен ішіне зат салғаннан басқаша көрінетін шығар. 10-нан где-то бір 8 деген балл беретін едім. 7 даже. Сорочканы. Менде сыртында халаты и іші мындай. Сөзбен айтқанда бұл короче. Менде роддомға. Кішкентай сияқты М-касын алдыртыппын. М-ка деп тұр, е, сыртында. Бірақ бәрібір кішкентай сияқты. Неге М-ка алдырттым? XL алдыртуым керек еді. Ладно, енді оны көреміз. Жаңа аштың ба? Давай коробканы ашайық. Я коробку люблю. Но біздікі емес па? Попит. Сол попит сияқты. Аяла мен жаңға попит заказ бергенмін. Сол сияқты ғой. Иә, попит. Қолына кіріп кетеді. Мынау жаңға қалынды. Жаңға. Мынау менікі. Аяла мен жаңға попит. Мынаны ойнауға болады. Батарейкалары бар екен ішінде. Мен әшім бүйтіп істейсің да несің ғой? Кім жасыл жанады, соны басу керек қой? Күшті екен мынау негізі. Былай басады екенсің. Міне, бітіп қалса, бетін атын басасың, емін шығады. Күткен менің тапшки. Жоқ. Тапшки мен заказ берген жоқпын саған. Наушники, моя любимая. Уже легко осталось. И сотова. Вот. Балаға киім. Тайғана екені өзі. Нені сіпіреш? Матасы қалың. Как раз киімдерін сыртынан қыста. Менде заказдардың тең жартысы осы роддомға киімдер. Роддомға дайындық. Мен роддомға сумканы бұл жақтан емес, осы Қытайдан алдыртқан болатынмын. То есть сумка болғанда енді осындай киімдері ше. Бұл короче, бұл өзім ауыр екен ше. Мынау белге пояс. Осындаймын. Босанғаннан кейінге деп алдырттым. Бұл негізі ұзын болып тұрады. Ұзын болып тұру керек енді. Мына жерінде тағып бір нәрселері бар. Бұны кейін тағып көретін шығармыз. Қазір мен түсініп тұрған жоқпын қалай нететінін. Көп екен андай тағатын жерлері ше. Ішті тартуға. Беліңді ауырады соған ғой, короче. Кішкентай ғана не нәрсе екен мына пакеттің түріне қараңыз. Еще алық, иә?
арық дейсің ба? Царапки. Маған анау ұнап тұр. Қытай, мына осындай кішкентай ғана. Қолымна тағып көрейін. Давайте. Менің... Қой қолыңа, сенің қолыңа симайды Айла, бұл бөпейді. Осындай 4 штук. Уже өзіне емес, қызық емес болып жатыр Айлаға. Деп бастады. Кішкене қалың екен. 2 қабат екен, 2 қабат. Менде мынаны ашып тым түсінген. Тым түсініп жатқан жоқ. Не екенін деймін. Осындай. 2 қабат екен, қалыңдау екен кішкене. Мәселен, не нәрсе болды? Білмеймін, қатты нәрсе екен, соны айтам, бір нәрсе болды. Органайзер бұл, короче. Қатты нәрсе деп қоямыз ғой еще. Қазір. Органайзер дегенді мен білмеймін. Бұл органайзер. Нелерге қой? Нижний белье, осындайлар салып қоясың. Басқа заттарды салуға болады. Размері кішкентай екен, мен үлкен бола ма деп қорқып едім. Мындай нәрселер ғой, короче. Осыдан 4 штук. Бұл осындай, жоқ, нормально екен. Бұл осындай жилетка. Прям нежно күшті екен. Бұны тоже қыста, енді алдымыз қыс үйде киіп жүруге, жылы жүру үшін. Прям нежно, но үйге киюге жалко сияқты көреміз енді. Муслиновый плед. Осындай күшті, качествосы прям күшті, ешқандай жіптер шығып тұрған жоқ. Осы жақта бұның бағалары енді қымбат, білесіздер. Дәл осындай качествода сатады тоже. Мен ақ емес, көк емес, қызыл емес, осындай тері түсінде алдым. Короче, мынау қараңыздар. Енді мына күлетін шығарсыздар, не өзі соны алыпты деп. Бұл нәрсе былай баланың беліне орап қоясыз. Баланың ішіне осылай кигізіп қоямыз. И мына жерінде қалтасы бар. Оған не саламыз? Оған мынандай кішкентай грелка бар. Іші, кәдімгі грелка, сыртын матамен етіп қойыпты, қаптап қойыпты. Короче, осыған жылы су құйып, мына жерге кармашкасына салып қоямыз, получается. И мынау іші желденбеу үшін баланың. Кигізіп қойып. Оны көреміз практикада. Мен тәтеге да. Келесі бар. Негіз бар ғой, балалардың киімін мен көп алдыртамын да. Балалардың киімі прям качествосы күшті болып келеді маған. Несібемізге жақсы качествода түседі постоянно ше. Ал өзіме алдыртам ғой, мына үлкен адамдарға алдыртсам, ондай качествода келмейді. Балалардікі прям вау качество. Осындай шалбары. И осындай көйлегімен. Кішкентай размер өзі әппақ екен. Мына жерде бұлай салып қоятыны бар. Мынау осындай жаялық, тоже муслиновый. Жұп-жұқа, әдемі, жұмсақ. Суретіне қараңыздар. Аю. Осындайдан міне біреу и тағы бір цветный заказ бердім. Қазір цветный деп қойып, басқа суретпенше. Менде жаялықтар өте көп. Көп болғанда енді алдыңғы балаларымнан қалған, бірақ бұлай муслиновый жоқ. Көбісі білмеймін неге екенін қалыңдау. Мыналар міне екі жұқа жаялықтан беріп қойдым, осындай жүрекше. Әдемі, нежно, күшті прям. Аялаға шалбар екен. 120 размерді бергем, іші осындай міне қалың. Бұлардың шынымды айтайын, бағаларын мен уже ұмытып қалдым, 15 күн ішінде барлығын жазып отырамын. 120 размер дейді, бірақ кішкене үлкендеу сияқты көріне ма көзіме. Бұрын мен аялаға үлкен 120-ны, бұдан да 1-2 жыл бұрын 120-ны алам.
үлкендеу қылып алған есебім 120. 110 алатын жермен 120 алам әдейі. Болатын. Қазір білмеймін, арықтап кеткен ба, киімдер өзінің размері даже оған үлкен болып тұрады. Білмеймін, енді көреміз. Слюнявчики деймін, не дейтін. Сүртетін. Айла, мына шалбарды киіп көрші ма? Иә, әр жаққа барып киіп тұр. Әр жаққа барып киіп көр, сосын көреміз. Үлкендеу сияқты. Мынау тоже муслиновый мынау не. Қалың сияқты маған. Қалың ғой ол саған болғанда. Қалың сияқты емес, қалың. Аузын сүртуге балалар. Мен бұл шота Носкиден қалған, носкиден өлген білмесең да. Короче, балаларға носки 10 штук алыппын ғой. 5 штуктан десем, міне осындай. Бұл носкилердің бір жақсы жері түтеленбейді. Қана? Болады екен. Міне достар. Қалың, күшті болады екен. Белі резинкада. И іші нежный. Нежный. Әдемі екен. Астыңғы жағының модасы кішкене кеңдеу болып тұратын, видеодан қатты көрінбей тұр. Бірақ әдемі, иә? Қазір шешпей тұратын кофта заказ бергем, соны тоже киіп көресің. Маған мына қызығы екен, телефон қойып жүретін ем, енді мына қызық болып тұр. Күшті рекламировать етеді. Осындай. Сенікі тоже аялаға. Уже не бергеніміз ұмытып қалғанбыз. Мынау карандаштар. Ашып көрейікші. Ашып көрейік маған. Білмеймін, енді качествосы нормальный сияқты. Мына жеріне ағашына қарасаң, бұны кейін жұмыс істеп жатқанда көреміз. 36 түседі дейді. 36 түсті. Сразу шалбармен киіп көрейікші. Мінеки аялаға осындай заказ бергем. Мынаны киіп көр. Міне. Әдемі екен, жұмсақ күшті екен. Жанчик, міне саған да носки. Ана саған да носки. Қайтысы ұнайды, киіп ал өзіңе. Білмеймін, қайтысы ұнайды саған. Көк ұнайды екен, көгін киіп алады, Жанчик. Короче, мынау бұл пылесосқа. Пылесоста осындай зат бар ғой, бұны қалай аталатын білмеймін. Фильтр деймін не дейді. Соны мен әр тазалағаннан кейін жуып қойып солай жүрем. Мынау кішкене запасной ретінде біреу алдыртып көрдім. Егер жақсы болса, тағы да алдыртатын боламын. Негізі жақсы зат ауыстырып тұруға. Келесі мындай заттар. Тағы бір түрі жаңағы киімнің. Тоже качествосы күшті. Ойбай, мен мынаны негізі бұндай кішкентай болады деп ойлаған жоқпын. Бәрінің өзінің заттары бар. Мына жерде шампунь, гель для душ деп жазып қойыпты да, бірақ қытайша, мен бәрібір түсінбеймін, нақты жіберейік. Міне 3 сағат. Бұл нәрсе, мысалы, больницаға жатқанда деп дайындалып отырмын енді. Бұл нәрсеге шампунь, гель для душ деген сияқты бальзам, сондайларымды жолға шыққанда құйып алып шығамын. Міне, кішкентай. Неше штук құрсын. Алды 3 пар. 3 пара. Кішкентай ғана. Көресің ба? И последний. Амасыманы бассам ба? Бассаң бас. Көп нәрсені аялаға алыпсың, ә? Бүгін қуаныштан ұйықтай алмайды шығар қыз. Мына осындай пенал. Ішіне қара. Жай ал достар, осымен менің видеом соңына жетті. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерге егер ұнаса лайк басып комментарий жазып, маған тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.